Осылай көрпені жуып жатырмын. Астыға салатын көрпе болған. Бұны бұлай ашып жасауға болады негізі. Бірақ мынаның бәрі тігілген ғой. Анда қолмен тігілмеген. Сол үшін каждыйын ашып отыру невозможно. Сол үшін мақтасын бөлек сөйтіп жууға болады, бірақ мынаның бәрі тігіп тастаған. Былтырда осылай жуған, биыл да осылай қолмен жуып жатырмын. Порошок салып ыстық суды құйып тастадым, кішкене тұрды. Енді қазір кішкене тағы порошок салып, тағы да еземіз. Сосын кешке таман балконға жайып тастайын. Балкон бізде күнге қарап тұрады. Күн деген ыстық. Бір күнде кеуіп кетеді. Бір күн болмаса 2 күн тұра береді далада. Бүгін менде жусайын. Бұл жерде фарш бар. Екеуін араластырып болдырған манты жасайын деп жатырмын. Мұнда кішкене картошка қостым. Нанын ашытып қойғам қазір. Обедке жасайын. Болдырған манты қойып. Жусай, картошка и фарш. Туз, перец қосам болды. Нем пісті. Болдырған мантым. Теңіз екемізге. Арбузбен іше саламыз ғой деме? Ішесің бе сен? Салат жасайын ба? Жасамам. Помидор нарезка жасайсың. Бәріне сәлем. Бүгін бізде 1 август жаздың 3 айы. Не дегенше өтіп кетті. Алматыға кетіп бара жатырмыз. Балаларды алып келеміз. Деген ыстық болып тұр, бүгін 45 градус бар ау деймін. Негізі 40 градус деген, бірақ ыстық болып тұр. Сағат 3 болды,